Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы күн электр станциясы салынады. Сондай орман қорын дамыту қолға алынып жатыр. Бұл мәселелер бүгін Уральск Green Forum 2024 халықаралық форумында айтылды. Биыл 7-ші мәрте өткен шараны облыс әкімдігі мен Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы бірлесе ұйымдастырған. Оған экологтар, депутаттар мен табиғат пайдаланушы компаниялар, сондай-ақ салалық қауымдастықтар мен сарапшылар қатысты. Өңірдің экологиялық проблемаларын шешу үшін 17 бағытты қамтитын жол картасы дайындалған. Оның аясында жылу электр орталығы айналымды сумен қамтамасыз етілді. Осы орайда Жайық өзенінің суын оңтүстік аудандарға бағыттайтын арна салынды. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мақсатында 2025 жылы күн электр станциясы салынады. Облыс әкімі орман қорын дамыту шараларына да тоқталды. Мемлекеттік орман қорының 2020 гектар алаңында 7 миллион 600 түп ағаштар отырғызу бағытында жұмыстар жалғасуда. Орман мекемелерін материалдық техникалық жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Биылғы жылы 35 техника сатып алынды. Орман өрттерін уақытылы анықтау бағытында лесохранитель жүйесі орнатылды. Жасыл экономика тұжырымдамасын іске асыру, экология саласында байланысты арттыру, озық қолжетімді технологияларды енгізу бағытында кәсіби мамандардың пікірі мен тәжірибесі маңызды. Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы мұндай алаңның тиімді ынтымақтастыққа сеп боларына сенімді. Жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорында қоршаған ортаны ластағыш заттардың көлемін төмендету, тың технологияны тиімді қолдануға басымдық беріледі. 200 мыңға жуық біздің енді жоба бойынша қысқартқымыз келеді CO2-ны. Суды қайта қолдану жөнінен утилизация отходов дейді ғой. Сол жағынан да біршама жұмыстар жүргізіп жатыр КПО. Жиында сала мамандары мен сарапшылар климаттың өзгеруі жағдайында аймақтың тұрақты дамуы мәселелерін талқылап, өзара тәжірибе алысты. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Жібек жолы, Батыс Қазақстан облысынан.